Құшақташ мама фильмі жақында ғана, яғни кеше ғана отандық фильм жарыққа шықты. Еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп бастады. Маған тіпті өкпең қара қазанда екен ғой. Онда бар, жақсы шеше тауып ал. Осылай айтасыз сіз маған, мама. Бүгін көру мүмкіндігі туды. Басты рөлді Гүлжамал Қазақбаева мен Мақсат Рахмет сомдайды. Бұл жерде ана мен бала арасындағы махаббат. Кейбір адамдар аналарымен сырласпай жатады, ішіндегі болып жатқан дүниелерді айтпай жатады. Одан кейін бұрынғы кездің аналары барлығын іште сақтайды, өзінің уайымын, өзінің ішінде болып жатқан дүниелерін көп сыртқа шығара бермейді. Сол осы фильмде көрсеткен, сондай аналар көрсетілген. Сондықтан да өте ұнады өзіме. Соңында жыладым, өте қатты жыладым, тіпті оны күткен жоқпын. Анаға деген махаббатың одан сайын ашылады, одан сайын анаңның ыстық екені, ананың ең қымбат жан екенін түсінесің осы фильмнен кейін, одан сайын түсінесің. Сондықтан да фильмнің жалпы режиссерлеріне болсын, продюсеріне, барлық қатысы бар адамдарға рахметімді айтамын. Гүлжамал Қазақбаева Қазақстанның халық әртісі Аман Тасығанға берген сұхбатында бір үлкен рөл сомдағым келеді деген еді. Менің ойымша сол дәл осы фильмде болған сияқты. Ең басты фаворит осы фильмдегі менің ойымша Гүлжамал Қазақбаева апайымыз. Ол кісі қазақтың апасын, қазақтың әжесін, қазақтың анасын бір керемет көрсеткен осы фильмді. Сондықтан да көруге кеңес беремін.